Баршаңызға сәлем. Бүгін Демлямов тестте тағам жасайтын боламыз. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Алдымен кефирімізді құйып аламыз. Оның үстіне тұзымызды және содымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Кефирімізге сод салынғаннан кейін беті көпіршіп, кішкене реакция жүреді. Оның үстіне жұмыртқамызды салып, сұйық майымызды құйып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін алдын ала електен өткізілген ұнымыздың бір бөлігін салып лопатканың көмегімен араластырамыз. Кейін қалған бөлігін салып қолымызбен жұмсақ қамыр илеп аламыз. Илеп алған қамырымызды салафанға салып 10 минутқа тындырып қоямыз. Салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ет қажет. Менде бұл сиырдың еті, кез келген еттен жасай берсеңіздер болады. Етімізді ірілеу қылып, үлкен етіп турап аламыз. Ірі қылып турадан қорықпаңыздар, барлығы пісетін болады. Табамызға сұйық майымызды құйып, етімізді салып, майға алдымен етімізді қуырып аламыз. Етіміз қуырылғанша пиязымызды турап аламыз. Пиязымызды етіміздің үстіне салып 1-2 минут қана қуырып аламыз. Жарты стакан суымызды құйып, етіміз толық піскенше қуырып алатын боламыз. Етіміз піскенше көкөністерімізді турап аламыз. Алдымен сәбізді осылай мен дөңгелек етіп турап алдым. Сіздер өздеріңіздің қалауыңызша турасаңыздар болады. 4 пішті қылып турасаңыздар да болады. Және болгар бұрышында ірі етіп турап алдым. Ұсақ етіп тураудың керегі жоқ. Себебі қуырған кезде езіліп кетуі мүмкін. Картоптарды да осылай үлкен болса 4-5 бөлікке, кіші болса 2 бөлікке бөлсеңіздер болады. Міне біздің етіміз пісіп дайын болды. Оның үстіне болгар бұрышымен сәбізімізді салып, үстіне тұзын салып, суын құйып, сәбізіміз піскенше қуырып аламыз. Картоғымызды салмаймыз. Картоғымызды соңында салатын боламыз, себебі езіліп кетуі мүмкін. Қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігін кішірек, екінші бөлігін үлкенірек қылып кесіп аламыз. Кесіп алған қамырларымызды осылай дөңгелек етіп, аздап ұн сеуіп, қамырымызды жайып алатын боламыз. Қамырымыз қалың да емес, жұқа да емес, орташа болу қажет. Жайып алған қамырымызды пергамент қағаздың үстіне осылай етіп төсеп, оның үстіне піскен еттеріміз бен көкөністерімізді салып шығамыз да, оның үстіне картоптарымызды тізіп жайып шығамыз. Картоптарымызды піспеген күйі саламыз. Егер де пісіріп қуырып алатын болсақ, онда біздің картоптарымыз пешке салған кезде езіліп кетуі мүмкін. Барлығын салып шығып, оның үстіне екінші жайып алған қамырымызды төсейміз де, шетін айналасын ойгөріске самса түйгендей қылып, барлығын түйіп шығамыз. Үстіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Оның үстіне күнжіт себеміз. Менде ақ күнжіт пен қара күнжітті араластырып септім. 200 градус қызып тұрған пеште 40-50 минут пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің Демлямов тестте тағамыз дайын болды. Қамыры сондай жұмсақ, картоптары, еттері барлығы піскен, дәмді болып шықты. Осылай үстінен кесіп дастарханға ұсынсаңыздар өте әдемі көрінеді. Жасап көріңіздер, жасап көруге кеңес берем. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда түрлі тағамдардың рецепттері бар. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Салима.